Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін біз баклажаннан ерекше салат дайындайтын боламыз. Бұл салаттың ерекшелігі біз баклажанды майға қуырмай духовкада пісіреміз. Мен әрдайым баклажандарды қуырып жатқанда міндетті түрде қолымды күйдіріп алатынмын. Енді ондай жағдай қайталанбайды. Сіздер де майдың жанында тұрып қиналмай осы жолмен дайындап көріңіздер. Салатты дайындау үшін бізге баклажан қажет болады. Қызанақ және де петрушка. Ең алдымен біз баклажанның артық жерін кесіп алып, 4 бөлікке бөліп, осындай үлкен бөліктерге бөлеміз. Шамамен үлкендігі осындай болу керек. Баклажанды турағанда тамусақ қылып турамаймыз, өйткені духовкада пісірген кезде бұның көлемі кішірейеді және де салатты араластырғанда езіліп кетуі мүмкін. Үстіне 2 шай қасық тұз және де күнбағыс майын құйып араластырамыз. Майды тым аз құймаңыздар, өйткені баклажандар құрғақ болып қалмауы керек. Енді баклажандарды пешке жіберетін боламыз. Осындай противенде майлап алсаңыздар да болады. Жабысып қалмау үшін мен майлаған жоқпын. Осылай салып алып, баклажандар бір жерде үйіліп қалмайтындай жан жағына бәріне жайып шығамыз. Енді қызып тұрған пешке 180 немесе 200 градуста 30-40 минуттай пісіреміз. Енді петрушканы турап аламыз. Салатыңыз әдемі болып тұр үшін міндетті түрде свежий петрушка алуға тырысыңыздар. Менде мынау петрушкам кішкене тұрып қалыпты. Дүкенде бары осы болғандықтан осыны алдым. Енді қызанақтарымызды турап шығамыз. Бұны кішкене баклажаннан кішірек етіп тураймыз. Шамамен осындай қылып тураймыз. Баклажандар пісті, енді бұны міндетті түрде суытып алу керек. Суытпай жасап кететін болсаңыздар, баклажандар езіліп, жаман болып, каша сияқты болып кетеді. Суытып алғаннан кейін салаттың барлық ингредиенттерін біріктіреміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қызанақтың суы шығып кетіпті. Қызанақтың суын жібермеуге тырысыңыздар. Енді үстіне петрушканы саламыз. Мен 2 дана сарымсақты езіп қостым, сіз өзіңіздің қалауыңызша қосыңыз. Соя тұздығын қосамыз, оны да өз қалауыңызша қоссаңыз болады. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осы жасалған салаттан шамамен 3-4 тәрлікке салат шығады. Салатымыз дайын болды. Әсемдеу үшін үстіне күнжіт тұқымдарын сепсеңіз болады. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған ақ ниет, сау болыңыздар.